Армысыздар ардақты ағайын, баршамызға келіп жеткен жұма мүбәрәк болсын, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Дәл қазір біз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сайтында отырмыз. Осы жерден намаз оқудың сауабы мен дәрежесі деген мақаланы бірге оқитын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жаратқан Алла тағалаға сансыз мадақ, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаға салауаттар мен сәлемдер болсын. Намаз исламның 5 парызының бірі, әрі құлшылықтың ең абзалы. Жаратушымыз Алла тағала қасиетті Құранның 87 жерінде намаз оқуды бұйырып, оның адам баласы үшін маңыздылығына ерекше назар аударған. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, намазды діннің тірегі, мүміннің миғражы, жұмақтың кілті, көзімнің нұры деп түрлі атаулармен атаған. Бұның барлығы намаз оқудың қаншалықты маңызды екендігінің көрінісі. Құран кәрімде пайғамбардың атасы Ибрахимнің, оған Алланың сәлемі болсын, Алла тағаладан: Раббым, мені әрі ұрпақтарымды намазды толық орындаушы ет. Раббымыз, тілегімізді қабыл ал деп дұға еткендігі баяндалған. Ибрахим сүресі 40 аят. Даналығымен танылған Лұқман Хакім де өзінің ұлына: әй ұлым, намазды толық орында, жақсылықты бұйырып, жамандықтан тыйып, басыңа түскен ауыртпашылыққа сабырлы бол деп өсиет айтқан. Лұқман сүресі 17 аят. Бұл аяттар намаздың артықшылығын көрсетіп қана қоймай, ұрпағымызға да оны үйретудің маңызды екендігіне дәлел. Бірінші тілек тілеңіз, 5 уақытта 5 намаз, бірі қаза болмасқа деген бұқар жырау бастаған асыл ата-бабаларымыз да біздерге намаз оқуды көптеп өсиет еткен. Мысалы, Қаблиса жырау: мына кеңдік заманда хақ бұйрығын тұтыңыз, Құдайдың кешпес парызы 5 уақыт намазды баққан қойдай күтіңіз десе, Шортанбай Қанайұлы бабамыз: құбылаға бас қоймақ мұсылманның тарығы, ораза, намаз қаза қылмасаң, көңіліңде Құдай барлығы деп айтқан. Хакім Абай атамыз: руза, намаз, зекет, хаж талассыз іс, жақсы болсаң, жақсы тұт, бәрін тегіс деп, исламның 5 тірегі саналатын ғибадат құлшылықтарды түгелмен орындауды өсиет еткен. Ендеше намаз ең маңызды, мағынасы мен мәні терең құлшылық. Оның ішінде Алланы мадақтау, ұлықтау, оған шүкірлік білдіру, тәубеге келіп кешірім сұрау, одан жәрдем тілеу, мүминнің рухани миғражы болған намаз құлшылығына бекем болып, ерекше ықыласымен орындауы үшін әрбір мұсылман адам оның мынандай артықшылықтарын білген жөн. Бірінші, намаз арсыздықтан тыяды. Намаз ұлы құлшылық болуымен қатар адамның жаман істерден арылуына себепші болады. Алла тағала қасиетті Құранның Анкабут сүресі 45 аятында: кітаптан саған уақи етілгенді ғана оқы да намазды орында. Күдіксіз намаз арсыздықтан, жамандықтан тыяды. Әрине, Алланы еске алу аса ірі нәрсе, сондай-ақ Алла не жасағандарыңды біледі деп айтқан. Қазіргі кезде намаз оқыған адам жағымсыз әрекет жасамайды, жаман сөз сөйлемейді деген түсінік осы аяттан алынған болуы керек. Шынымен де күніне 5 уақыт жаратушысының алдында тұрып құлшылық жасайтын адам қияметте де Алла тағаланың алдына баратындығын ұдайы есінде ұстап, осы сенімі оның күнәлі істерден ажырауына сөзсіз себеп болады. Жалпы Алла тағаланы ұдайы есімізде ұстауға 2 нәрсе себеп болмақ. Оның біріншісі Құран оқу болса, екіншісі ықыласпен оқылған намаз. Сол үшін де Алла тағала жоғарыдағы аяттың басында ардақты пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өзіне уахи етілгенді оқуды бұйырып, артынша намазды орында деп әмір еткен. Адам баласы намазды қаншалықты ықыласпен оқыса, соншалықты оның жамандықтан ажырауына алып келеді. Ал енді намаз оқып жамандық атаулыдан тыйылмаған адам турасында ғалымдарымыз оның намазында кемшілік бар деп айтқан. Екінші, намаз күнәлардың кешірілуіне себепші болады. Намаз пендені жаратушының кешірімі мен мейіріміне бөлейтін ұлы құлшылық. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: қалай ойлайсыңдар, егер де сендердің біреулеріңнің есіктерінің алдында өзен ағып жатса, әрі ол оған күн сайын 5 уақыт жуынатын болса, оның бойында кір қала ма деп сұрайды. Сахабалар: жоқ, оның ешбір кірі қалмайды деп жауап береді.
Сонда ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, 5 уақыт намазда тура сол секілді адамның істеген қателіктерін жуып шаяды дейді. Егер адам үлкен күнәлардан сақтанатын болса, 5 уақыт намаз, жұма намазы мен келесі жұма намазы, Рамазан айы мен келесі Рамазан айы олардың арасындағы күнәлардың кешірілуіне себепші болады деп айтқан имам Муслим. Бұл хадистерден түсінетініміз, намаз күнәларымыздың кешірілуіне себепші болуы үшін адам үлкен күнәлардан аулақ болуы қажет. Намаз оқып тұрғанда адам күнә жасамасы анық, өйткені ол Раббысы алдында тұрғанын сезінеді. Сол сияқты намаз оқушы адам намаздан кейін де жаратушысының көріп тұрғандығын біліп, бүкіл күнә атаулыдан аулақ болуы тиіс. Міне сол кезде намаз біздің күнәларымызға кафарат болады. Қисса Аннас ибн Малик, Алла оған разы болсын, былай деген: бір адам Алла елшісіне, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, келіп, мен хат дүрс оқу жазасы берілетін бір күнә істедім, маған хат жазасын беріңіз, деді. Алла елшісі одан қандай күнә жасағанын сұрамады. Бір кезде намаз уақыты кірген еді, бәріміз бірге намаз оқыдық. Намаздан кейін әлгі кісі орнынан тұрып: «Уа Алланың елшісі, мен хат жазасы берілетін бір күнә істеп қойдым. Алла тағаланың кітабында әмір етілген жазаны маған жасаңыз», деді. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, «Сен бізбен намаз оқыдың ба?» деп сұрады. Әлгі кісі: «Я оқыдым», деді. Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, «Қайғырма, Алла тағала күнәңді кешірді», деді. Оқиғадан әлгі кісі хат жазасын қажет ететін үлкен күнә істедім деп ойлағандығын түсінеміз. Алайда намаз оқуымен бүкіл күнәсінің кешірілуі ол адамның кіші күнә істегендігін көрсетеді. Үшінші, намаз жаратушымызға деген шүкірліктің белгісі. Алланың нығметін санасақ, санына жете алмасымыз ақиқат. Міне осындай жоғары мәртебеге ие жаратылыс ретінде жер жүзінде сансыз нығметтермен ризықтандырып, өмірдің сан алуан жақсылықтарын нәсіп еткені үшін Аллаға құлдарының шүкірлік етуі заңды. Алла тағала қасиетті Құранның Нахл сүресі 78 аятында: «Алла сендерді аналарыңның құрсағынан еш нәрсе білмейтін түрде шығарды. Сосын сендерге есту, көру және ойлау қабілетін берді. Әрине, шүкіршілік етерсіңдер», деп айтқан. Шүкіршілік тек тілмен ғана емес, жүрекпен әрі амалмен орындалуы қажет. Тіпті амалмен, яғни дене мүшелеріміздің қатысуы арқылы жасалатын шүкіршіліктің мәнісі өте үлкен. Алла тағала қасиетті Құранның Сәбә сүресі 13 аятында: «Уа Дәуіттің отбасы, шүкір етіңдер», деп айтқан. Бұл аятта шүкір айтыңдар деп емес, шүкір етіңдер делінуі арқылы шүкірліктің амал арқылы да болатындығын ұғамыз. Ал амал арқылы атқарылатын шүкірліктің ең ұлығы намаз. Қисса. Бірде сүйікті пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, түні бойы аяқтары ісігенше намаз оқиды. Сонда Айша анамыз, Алла оған разы болсын: «Уа Алланың елшісі, Алла тағала сіздің бұрынғы және кейінгі күнәларыңыздың барлығын жарылқады емес пе? Неге өзіңізді осынша қинайсыз?» дегенде, ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: «Мен шүкір етуші құлдардан болмаймын ба?» деп жауап береді. Бұл оқиғадан Алла елшісінің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, намаз оқу арқылы жаратушысына шүкірлік еткендігін түсінеміз. Төртінші, намаз ақыреттің азығы. Дүние ақыреттің егіні болса, намаз сол ақыреттік азығымызды молайтып, намаз оқушыларға қорғаныш және қиыншылықтан құтылу болмақ. Алла тағала қасиетті Құранда сондай ықыласпен берілген күйде намаз оқыған мүміндер расында да құтылады деп айтқан. Муминун сүресі 1-2 аяттар. Тіпті адам баласының ақыретте ең бірінші сұралатын амалы оның намазы жайында болмақ. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, қиямет күні пенденің амалдарынан ең әуелі сұралатыны намаз. Егер намазы дұрыс болса, онда пенде қуанышқа бөленіп игілікке қол жеткізеді. Егер намазы дұрыс болмаса, онда апатқа ұшырап қайғыға түседі деген. Осы себепті де пенде атаулы әрбір намазына ерекше мән беріп, оны уақытында әрі шынайы ықыласымен оқуға барынша тырысуы қажет.
Қиямет қайымда ұлы Раббымыз пендесінің барлық амалдарынан хабардар бола тұра періштелеріне құлымның парыз намазына қараңдар, оны толық орындап па, кемістігі бар ма дейді. Егер оның парыз намаздары толық болса, намаз сауабы толықтай жазылады. Егер парыз намаздарында нұқсандық болса, Алла тағала құлым нәпіл намаздарын толық оқыған бекен дейді. Егер ол нәпіл намаздарын толық оқыған болса, Алла тағала құлымның нұқсан болған парыз намаздарын нәпілдерімен толықтырыңдар дейді. Одан кейін парыз болған басқа да амалдар осылайша есепке тартылады. Имам Термизи. Қадірменді жамағат, намазды қаншалықты ықыласымен орындауына байланысты адамдар мынандай түрлі дәрежеде болады. Бірінші дәрежеде намазға немқұрайлы қарайтын адамдар. Бұл санаттағы адамдар дәретін, намаз уақытын, тіректерін толық орындамайды. Екінші дәреже намаз уақыттарына, тіректері мен дәретіне ұқыпты болады, бірақ нәпсісінің азғырғанына қарсы тұра алмайды. Оны намазында өзге ой пікірлер жеңіп кетеді. Үшінші дәреже намаз тіректерін, уақыттарын ұстанады, азғыруларға қарсы тұрады. Намазы бұзылып, немесе сауабы кемімеуі үшін ой қиялымен, нәпсісімен күреседі. Төртінші дәреже намазға тұрса, оның барлық ақысын өтеп жүрегімен беріліп тұрады. Оның барлық ниеті, ойы намазын дұрыс орындауға арналады. Бесінші дәреже намазды толықтай орындауға барынша тырысады. Өзін Алланың алдында тұрғандай сезініп, жүрегі жаратушысына деген махаббатқа толы күйде жалбарынады. Алла тағала біздерді шынайы ниетімен намаз оқушылар қатарынан етіп қасиетті жұма күні дұға тілектерімізді қабыл етсін. Әмин.